Бұл сабақта біз 1С-дан 200 форма, 200 форманы выгрузка жасап, сонаға жүктеуді үйренеміз. Отчеты басамыз, регламентированный отчеты дегенге барамыз. Мінекей. Ашылғанын күтеміз. Ашылғаннан кейін 200 форма, 200 форма ФНО-ны тауып аламыз. Ашамыз. Ескі формасын жүктеп алсақ та болады. Немесе жаңадан создать. Және де аралықты таңдаймыз. Мысалы, екінші квартал открыть. Ашылғаннан кейін барып, біз заполнить батырмасын басамыз. Да. Деректеріміз қазір толғаны күтеміз. Мінекей деректеріміз толтырылды. Енді выгрузить в XML дегенді батырманы басамыз. Және де оны біз рабочий столға сақтап қоямыз. Сохранить. Сохранить. Мінекей біз сәтті жүктелді. Енді сонаны ашамыз. Осында import file деген бар. Мінекей ол. Import файлды басамыз және жаңағы құжатқа жол көрсетеміз. Рабочий стол, десктоп, форма 200. Мінекей. Открыть. Окей. Қазір жүктелуі тиіс. Мінекей, біз деректеріміз отырды. Барлық ақпараттар бар. Екінші, үшінші беттерінде. Және де бірінші приложениесінде барлық деректер бар. Енді сохранить, проверить заполнение, одан кейін отправить на сервер батырмасын басамыз. Сонымен біздің 200 формамыз салық комитетіне кетеді.